Сержан. Жалпылама айтайыншы енді. Ақботамен мен кәдімгідей шын жырды көрдіңіздер, бүкіл барлығы халықтың алдында болды. Мәссаған. Онда жаңа маусымға жарыс деп неге келдің? Мен мына Шерхан бауырымызды вообще мына жобада отыруға лайықсыз деп санаймын. Негізі бәрін Шерханға жабылудың қажеті жоқ. Ақбота осы жерде өзі шақырған болып тұр да бұны. Көптеген дүниелер болады, сіздермен бөлісетін боламыз. Яғни көз алдарыңызда болады. Бірақ дегенмен де Альмира біздің бағдарламаның басында бізде керемет сыйлық беретін кісілерді айта кетсең. Құрметті көрермен, әдеттегі ойынымыз жалғасуда. Күнделікті қатысушылар көрсететін 5 белгіні қатарынан рет-ретінен жазып, арнайы посттың астына өздеріңіз қалдырып кетсеңіздер болғаны, Барбибол ұсынған кереметтей сыйлықты ұтып аласыздар. Бүгін бізде кереметтей алқа сияқты. Қараңыздар, 5 белгісін ретімен жазып алу. Бірінші белгі біздің ерке жігіт Тимурдың қолында екен. Уақыт. Бәрі өз уақытыммен дегенсі да. Тимур, көңіл күйін қалай? Бұлай қолмен бейтіп қоя сала? Жақсы екен, жігіттің көңіл күйі тамаша. Альмира, сенің көңіл күйін қалай? Менің көңіл күйім жақсы, бірақ Айгүліктің көңіл күйі жоқ сияқты. Жылап тұрып биткенің қалай болады? Жаңа өлең басталғалы шыққаннан мен бірден көзім Айгүлікке түсіп кетті да. Жылағысы келіп, көңіл күйі болмады. Баршаңызға қайырлы күн. Енді бұл өзімнің жеке проблемаларым десем де болады. Көңіл отырмас. Енді сәл эмоция беріліп қалдым, кешірім сұраймын. Негізі эфирге келмей тұрып, барлық жақсы болған. Телефон тапсырмас бұрын бір шешілмеген мәселелерім болды да, содан көңілім түсіп қалды. Енді шешілмейтін нәрсе жоқ қой, барлығы шешіледі. Ханға қатысы жоқ қой, Ханға қатысы жоқ, ханда барлығы жақсы. Барлығы жақсы. Жоқ, енді Айгүлек, барлығымыз бір отбасымыз деп айтамыз осындайда. Сен біздің отбасың бір мүшесің. Осы тұста айтып, енді бірге шешейік. Шешілмейтін проблема жоқ қазіргі таңда. Қиындық жоқ. Жоқ, өзімнің жоспарлаған дүниелерім деген сияқты нәрселер ғой, енді барлығы реттеліп келе жатыр, бірақ шешілмей, ол айта алмайтын дүниелер болып тұр, сондықтан кешірім сұраймын. Осылай мен негізі ойлағам, үндемей тыныш қана отырамын деген ой ғана болған. Жақсы, жылама жаным, барлығы жақсы болады. Енді өмір қиындықсыз жүрмейді ғой негізі. Бір ақ қарамен баспаса болмайды дегендей. Біз барымыз, көңіл күйіңді түсірме. Шешілетін проблема шешіледі, шешілмейтін проблема шешілмейді. Көңіл күйіңді оған болады түсірме. Барынша көмек керек болса айтарсың, көмектесуге дайынбыз. Алла тағала сынақ көтеретін адамға береді. Мықты бол, Бауыржан, кеше эфирдің соңын есіңде болса, Сержанның сөздерімен аяқтадық, Ләззат ханымға дос болайық деді, одан басқасы. Сержан, кеше жарты сөзіңді айта алмай қалдың. Микрофонды алсаң осы тұста. Енді саған ұсыныстасаң қыздар болды дегенде, қыз болды, Гаухар ханым болды. Бірақ енді Ләззатқа дос болайық деді, арты енді естілмей қалды сөздеріңнің. Ассалаумағалейкум, Бауыржан мырза. Саламатсыз ба, Альмира ханым. Эфир барысында көреміз ба? Жоқ, жауап емес, жалпы Ләззат ханыммен барлығы оңынан шешілді ғой. Ешқандай реніш жоқ. Ештеңе болғанда жоқ қой. Жоқ, Ләззат ханым бір ренжіп кеше кәдімгідей өзінің бір ішіндегі қызғанышы болды ма, түсінбей қалдым. Сөз соңы сол Ләззат ханым екеуіңізде қалып қойып еді. Біз бөліп тастадық. Ләззат ханым, микрофон. Досым ғой, Ләззат. Сержан, қалайсың? Сержан, қалайсың? Эфир басталғанда басқа шамандасасыздар ау деймін. Жақсы, өзің қалайсың? Жоқ, негізінде... Норм деп қоясың. Негізінде бұлай ғой, ең бірінші адамдар қырылады, сосын барып арада махаббат пайда болады ғой. Бұл алдында жақтыртпады да? Естімедім мен. Басында бәрі ашты болады дейді. Біріншінде басына ұрса, арты тәтті болып кетеді деймін. Біздікі ашты болып кетеді сияқты да конца. Ашу емес, наоборот, сенікі бәрі басқа. Сен стараешься, у тебя не получается, досым демей қойшы просто. Досым, кеше келістік қой, енді өзің де соңғы сөзінде айттың ғой, дос боламыз деп, доспыз ғой біз енді. Ничего, нормально бәрі. Жоқ, қарашы, сен айтып жатсың, маған нәзік қыз керек деп та. Дұрыс па, мен нәзік деп бола аламын ғой, сенің қолында нәзік қылып жатсам. Кеше байқадым нәзік. Маған сен сияқты жігіт керек. Солай осы уысында ұстайтын вайны жігіттер негізі ұнайды, олар былай істейді ғой. Өзіңнің 4 есе дәуға жүгіріп. Жоқ, мен айтамын да, жатсам 38-де болса да 16 жаста қызға ұқсап тұрмын ғой, несі деймін да? Сонша қашқалақтайсың, мен өзімді бір ұсынып атқан жоқпын. Просто мен өзімді жаңағы самооценкам топ болғаннан кейін айттым да солай. Жоқ, мен сен самооценкаңа ешқандай сөз келтірмеймін. Әр қыздың өзінің сұлулығы бар, өзінің сүйкімділігі бар. Арина. Талғам деген нәрсе болады.
мен соған кішкене придерживаться еттім кеше. Сондықтан кеше айттым, дос болып қалайық. Сол дұрыс болар дедім. Айта берсем бола ма? Иә, Арина. Қайырлы күн қазақ елі, қалайсыздар? Мен мына Лязатты түсінбей жатырмын, Альмира ханым. Бір тықты қоймады, екінші тықты өзін ол да болмады. Уже 5-ші рет тығып жатыр да өзінше болмай жатыр. Негізі мен анау маусымда білесіздер сезім білдірген болатынмын. Жігітке, Шерханға. И мен ойлаймын, қыз баласы лучше сезімді айтпаған дұрсау. Прям андай Лязат бар ғой, өзін прям сатамай жатыр да, бір сөзмен айтқанда. Кешірім сұраймын, конечно, сөздеріме. Но өзін сатамай жатыр. Арина, не деп отырсың сен маған? В смысле сатамай жатыр? Бұл жерде сататын жер ма саған? Қалай сөйлеп тұрсың маған? Сөйлеме маған олай қарай. Сөйлеме сатылып деп. Аузына ие болып түсіндің бе? Арина, сабыр. Лязат ханым. Қалай сөйлейсің? Лязат ханым, сіз нәзік едіңіз ғой, Лязат ханым. Жоқ, неге сонша? Жоқ, сатылып деп неге олай айтасың? Сатылып деген мағынасын білесің бе сен? Лязат ханым, өткізіп мен дұрыс қой енді, ол жаман сөз емес деп ойлаймын. Негізі адам қалай қабылдайды? Өз-өзін көрсете алмай жатыр деп айтқым келген ғой. Дұрыстап қолданайық. Негізі ол мағынасы жаман емес деп ойлаймын. Ой, айналайын сен бол, айналайын сен. Өздерін бір-бірін көрсетіп жатыр, өздерін сатып жатыр. Мықты болсаң жасың менен кішкентай баяғыдан бері кетпейсің ма, кететін байыңа? Сіз маған бірінші рет тоқтай тұршы. Болды дедім ғой, маған дауыс көтермеңіз, маған дауыс болды дедім, жап, кішірейден отыр аузыңды, жап, түсінің ба? Кішірейден ме саған? Жоқ, бағанадан бері сен маған уважение деген жоқ сенде. Лязат ханым, не болды? Жоқ, таңертең мен айтып, Альмира ханым кешіріңіз да, Альмира ханым таңертең. Микрофон. Кешіріңіздер. Бағана былай болған таңертең біз раздевалкада киінеміз ғой енді қыздар болып. Мен білген жоқпын, ширманы ашып кіріп кеттім, байқаған жоқпын. Байқамай кіріп қалдым мен ішінде, мен әдейі Арина тұр екен деп әдейі ашқан жоқпын ғой. Біз қыздар болғаннан кейін негізі уақыт жетпейді, біз қыздар болып бір ширмада екеуміз киіне береміз, екі қыздан. Онда прям қатты ашып кіріп кеткен жоқпын. Аринаң бар екен да білмеймін, киініп жатыр екен, маған соншама айғайлап, не болды сонша жапсайшы деп айғайлап мен айналайын. Мен сенің өшім жоқ, сенде бір ашып, бір әдейі істейтіндей ше. Сен шешеңмен жастың, мен қызым, сенен 2 жас кішкентай, сен 2001-сің ба? 2003, қызым 2003. Тоқтаңыз, Лязат ханым, осы жерде ше, мен негізі үндемей отыра тұрайшы деймін, бірақ мен қазір мына жерім жібермеді. Сіз анасыз, мен де анамын. Сіз өзіңіздің қызыңыздай адамға тұрып не істемекшісіз? Тұрып емес, мен просто артпен сөйлей алмаймын да, тұрып бетіне айтайын деген мен. Жоқ, бетіне айтайын, отырып айта беріңіз. Жоқ, мен просто удобно было вот так мне сказать, я не могу встать и артпен сөйлеуге. Өзіңіздің енді ренжімеді Арина, бұл кішкентай қызбен сөйтіп таластырып не керек бар? Қазір Айгөлек, күте тұр, қазір біз шешіп алайық. Лязат ханым, соңайын айтыңыз, одан кейін. Енді солай болды, енді шырманың ішінде енді ұрысып тұрмыз, сосын маған айтады, жоғаш, аузыңды жап, мен айттым, Арина, кешір, білген жоқпын дедім. Сен ара жақта дейді маған, жігітте жүр ғой дейді. Енді мен сен, я понимаю, екеуміз алдына ұрысып, бір әдейі істесем, айтсам екен, сен әдейі аштың деп. Мен білмей қалдым ғой, мен саған айттым, білмей қалдым, Арина деп. Сен соңғы әкетіп алсын, ара жаққа қарай аузың жап, бір бәле, сібәле деп маған. Келші, жоғалшы деп маған. Демек, дау таңертең басталған, иә? Қош, айналайын сен, Дарина, сен де қолдама, қош, сен подруги же, конечно, мен сол жерде сен кешірімді сұрағанда жоқсың. Біріншіден. Кешірім сұрайтын сен ескені жоқсың. Мен сол жерде болдым, в соседней раздевалке. Екіншіден сен осы жерде кешірімді ескені жоқ. Дарина, саған ешкім сөз берген жоқ, күте тұрыңдар. Дау таңертең басталды, Лязат ханым. Бастан бастайық. Арина, содан бері қарай екеуіңіздің араңызда дұрыс емес әңгіме. Негізі одан кейін біз сөйлескен жоқпыз. Мен қазір пікірімді айттым. Кеше де көрдік, алдың күні де көрдік. Кәдімгідей Сержанға өзін тығып атқан. Содан кейін мен өзім пікірімді айттым. Ол жағдайға келетін Сержан болмады. Тоқтай тұрса, енді мен сөйлеп бітейін, өтініш. Кешірім сұрадым дейді Лязат ханым, енді байқамай ашып қойдым. Жоқ, ол байқамай болған жоқ, Альмира ханым. Байқалмайтын болса, мен де ақымақ емеспін айқалайтын. Мен мына жерде білет, мен әшейін барып біреуге тиісіп, біреудің барып сен осындайсың, сен мынандайсың деп тиіспеймін. Мен шешім тұрған көрді ол қыз. Просто кішкене жай ашып, кешірім сұраса, мен ешнәрсе демейтін едім. Ол ашты да, өзінің бет теуіп кірді да, не істей аласың маған деген сияқты тұрды. Негізі кешірім сұрайтын болса, мен үндемей қалатын едім. Арина, просто андай өзін барғана негативтер қатты толып кеткен негізі Альмира ханым. Айта кетерсем бола ма? Негативінді сыртта қалдырып, кішкене эфирге кірген кезде негативтерді алдар қалдып, таза кірінші өтініш. Арина, өтініш, мінезіңді өзгертші. Сен менен жассың, жарайды, мен ажырастым. Сенің жасың жас әлі, мына мінезің, мен еще
кешірім сұра, конечно, Дарина естіпеді, өйткені мен жай сөзбен айттым ғой, сен провоцировать еткен дауысың шығып кетті, дауысың шыққаннан кейін бәрі естеді. Сен маған жоғалшы, аузың жапшы, мен айттым, Арина қалай сөйлеп тұрсың, олай сөйлемесем, өзім білемін деп тұрсың, сен до такой степени маған атылып тұрсың ғой. Мен саған айттым, Арина байқаған жоқпын деп, мен басымды иіп, Арина мен білген жоқпын деп тұрмын. Мен ол әдейі ашатында, мен сен екеуміз ұрсып жүрсек екен, сен кеп әдейі ашып тұрсың дейтіндей. Сен жұлқып ашқан болсам, камера бар, өйтіп маған керек емес. И Арина, саған айтайын, мына жағында 5 жұлдыз маңдайыңдағын шешіп тасташы, пожалуйста. Айтарым, Шерханға да айтарым бар, и Сержанға да айтарым бар. Я понимаю, вы старый қатысушылар. Ескі қатысушылар, тыңдашы, Арина. Ескі қатысушылар. Сендер рейтингтер маған қызық емес, подписчиктарына қызық емес. Барлықтарымыздың дәрежеміз бірдей. Үйленгеніміз болсын, үлкен жас болғанымыз үшін бәріміздің дәрежеміз бірдей. Өйтіп керек емес. Мен әрбір Сержан сәлем деймін, Шерхан сәлем, бір как будто мен жігіттеп бір түн түнеп шыққандай. Неге менімен амандаспайсыңдар? Ләззат, кешірім өтінем, я артық болып кетті. Не айтып кетесіңдер, мен түсінбеймін. Кешіріңіз, бірақ сәлем қабылдамайынша, мен жасым, я понимаю, үлкен жасым үлкен ғой. Просто неуважение келтіреді да. Біз новый қатысушымыз да, вы старый қатысушында, бұрынғыдан да келе жатқан. Сендер наоборот бізге үлгі ретінде. Рахмет, Ләззат ханым. Дарина. Сол жерде мен болдым, соседний раздевалкада. Ләззат ханым кірді. Бірақ та жағын ашқан жоқ, прям әшейін ашты. Арина айтты, көріп тұрсың ғой, Жаш, да что мы не видели? Я же хожу так, маған бәрібір, көрсең деп, кешімде сұрағанда жоқ, біріншіден. И вместо того, чтобы пойти в свободную раздевалку, қасына келіп, в наглую начала переодеваться. Анара ханым. Альмира ханым, олай болған жоқ. Біріншіден, өзі Ләззаттың болмысы сондай кішкене грубиянка кішкене, да? Енді дауысын бүйтіп андай қатты шығарып сөйлейді, да? Сосын Алуа ханым айтты, екі-екіден кіріндер, үлгірмей жатырмыз, екі-екіден кіріндер дегесін кіріп қалып еді. Арина өте қазір бүйтіп жай жақсы сөйлеп тұр да, бірақ ол жерде мен действительно басқа біз Алуа екеуміз киініп жаттық, басқа раздевалкада естігенде бір-біріне прям Ләззатта қоймайды, әр тұрыш анау кетші бар деп прям қатты дүрекелім маған прям, я думаю, кішкентай қыз неге эфирде отырғанда жақсы сөйлейді да, ана жақта жүрген кезде бөлек вообще басқа адам прям звезда. Енді амыдаспайтын енді шын енді амыдаспайды, біздің старый кастар ешкім амыдаспайды. Мен старый каст болсам да. Дәл осы жерде айтып жүрейін, ешкімді бөліп жарып жатқан жоқ. Мен бірінші күні келдім, керемет жаңа қатысушылар, ана жаққа келіп отырғанда бірнеше бала ғана келіп амандасқанша қалғандардың бәрін беттен сазарып, қыздар да ұлдар да осы жерде отырдыңдар. Бірақ в основном ұлдар ғана амандасып кетті. Бөлініп жатқан ешкім жоқ, өздерің бөлініп жатсыңдар да қазір. Сен мысалы Ләззат айтып отырсың ғой, ойбай сендер үлкен жаңағыдай подписчиктерің, басқаларың керемет. Бұл жерде ешкім инстаграммен, басқамен өлшеніп отқан жоқ. Өздеріңмен бөлініп отырсыңдар. Енді онда бұлан жаса, каждый сөздеріңді ешкім мына жақта көрсет, дәлелдей алматса, онда каждый адамға датчикпен камера қойып қояйық онда. Басқа не істейміз енді? Онда болған артта болған дүниенің бәрін сасып